Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі бізде сан 5-ші сынып санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу тақырыбында есептер шығарамыз. Соның ішінде 566-шы есеп. Пойыз 1 сағатта 40 км жол жүреді, ал 3 сағатта жолдың 5-тен 1-ін жүріп өтті. Жолдың ұзындығын табыңдар. 1 сағатта 40 км жүрсе, 3 сағатта 5-тен 1 бөлігін жүреді. Жолдың ұзындығын табу үшін не істейміз? Ол үшін бізге мынандай жол берілсін. Мысалы жол деп ойлап, осыны 5 бөлікке бөлейік. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік болсын. Осы 5 бөлікті 3 сағатта дейді. 3 сағатта осы 5-тен 1 бөлік, яғни осы бөлікке келіп тоқтайды екен. Ал 1 сағатта 40 км жүреді. 3 сағатта жүрген жолын табу үшін, яғни мынау жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. S тең V көбейтілген Q тең 40 көбейтілген 3 тең 120 км екен. Ол 5-тен 1 бөлігі, яғни мынау 1 бөлігінде ол 120 км жүрсе, осындай бізде 5-еу бар. Енді осы барлық жол бізде белгісіз болып тұр. Оны X деп белгілейміз. X-ті бөлеміз неге? 1 бөлінген 5-ке. Ол тең 120-ға деп аламыз. Себебі бөлігі бойынша санды табуды қолданамыз. Бөлігі бойынша санды табу үшін бөлу амалын қолданамыз. Енді осы жерден X-ті табу үшін 120 бөлу көбейту болып түседі, айналып 5 болады. Осыдан X тең 600 километрге тең екен. Демек, мына барлық жолымыздың ұзындығы бізде 600 километрге тең деп айтады екенбіз. Бұл жер 600 километрге тең екен. Келесі бізде 567-ші есеп. 567-ші есепте түсқағаздың бір орамасының ұзындығы 25 метр. Қабырғаға әрбір жапсырылған сайын 25-тен 1 бөлігі артылып қалады екен. Енді түсқағаздың қанша сантиметр қиынды болып қалды? Ол үшін шарты құрылды. Бір ораманың ұзындығы 25 метр, артылды 25-тен 1 бөлік. Сол 1 бөліктің қанша сантиметр екенін табуымыз керек. Ол үшін санның бөлігін табамыз. 25-ті көбейтемін 25-тен 1-ге. Сонда 1 метрға. Ал 1 метр дегенім ол 100 сантиметрге тең. Сонда түсқағаздан қалған қиынды 100 сантиметрге тең екен. Сонымен балдар, бүгінгі 567-66-шы есептерді шығардық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.